Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар. Өткенде сіздерге Play Market'тан қалай жас шектеуін қою туралы көрсеткем. Осы жолы сіздерге YouTube желісінде жас шектеуді орнату жолдарын көрсететін боламын. Бұл үшін ең бірінші Play Market'қа кіріп, YouTube детям деген программаны жазып аламыз. Мен жазып дайындап қойғам, ашайық. YouTube детямның ішінде жас шектеуіне ғана байланысты ақпараттар көруге болады. Одан артық ақпарат көрсетпейді бұнда. Сіздерге тағы бір сұрақ туындайды. Бұрынғы YouTube бағдарламасын ашып көре береді ғой деген. Бұны былай істейсіздер. Настройкаға кіресіздер. Настройканың ішінде приложение деген бар. Приложениенің астында защита приложение деген бар. Защита приложение ішіне кіріп, құпия сөз енгізесіздер. Құпия сөз енгізгеннен кейін қажет деген бағдарламаға шектеу қоясыздар. YouTube'ға шектеу қойылды. YouTube'ды ашып көрейік. Код сұрап тұр. Назарларыңызға рахмет.